Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін сіздерге домбыра үйренудің құпиясын айтатын болам. Мән беріп тыңдаңыздар. Осы домбыраны үйренудің құпия әдісі бар. Қазір айтатын болам. Жалпы домбыраны оңай әдіспен үйреніп кетуге болады. Ол яғни сандар арқылы. Мына домбыраның пернелері бар, міне. Бірінші перне, екінші перне, үшінші перне, төртінші перне, міне. Бірінші перне сызықтан кейін бөліп жатыр ғой. Одан кейін екінші перне болады, үшінші перне. Барлығы бірдей пернелерін. Үшінші перне 4, 5, 6 рет-ретмен 19-ға дейін барады, міне. 19 пернесі бар, міне. Бірдей пернелер. Осы пернелерді санап табу арқылы сіздер домбыраны үйреніп кете аласыздар. Міне. Мысалы бұлай, мысалы бірден бастап санаймыз. 0 бізде саналмайды, 0 болса ашық болады, саналмайды. Мынау 1 болады, мысалы 2, 3, 4, 5. Мысалы үстінен басамыз. Үсті деп отқанымыз мына үстіңгі шек тартатын қыл үсті. Міне, мына қыл тартатын. Міне, жаңағы балық аулағанда міне қармақта тұратын қыл сияқты. Мынау міне сондай қыл. Домбыраның ішегі сондай, міне. Мысалы үстіне 5-ші перне 1, 2, 3, 4, 5. Міне сызықтың дәл алдынан басамыз. Мысалы астынан дәл солай санаймыз. Астынан да мына жерде 5-ші перне болады. Мысалы 4-ші перне. 5 пен 4. Міне асты деп отқаныңыз мынау, міне астыңғы шек. 5 пен 4 мысалы. Мысалы қағыс төмен. Қолымыз былай бүгіледі, жартылай. Сұқ саусақпен, мына саусақпен төмен қағыс. Жоғарыдан төменге қарай. Мына саусақ қағылады тек. Мына 3 саусақ бірге тұрады, жинақы. Бас бармақпен жоғары қағыс. Төмен қағыс сұқ саусақ, бас бармақпен жоғары қағыс. Түсінікті ме? Сонда санап табамыз. 5 пен 5 деген сияқты, міне, қарама қарсы. Санаймыз ғой сонда. 5 пен 7 болса бұлай болады. Мысалы, үстінен 5, 1, 2, 3, 4, 5. Мысалы, астында да мына жерде 5 қой, 6, 7 деп, міне, 7-ні ұстай қоямыз. 5 пен 7 төмен. Көрдіңіздер ма? Жаңағы төмен қағыс болса, төмен тартасыздар. Жоғары болса, жоғары. Солай тартасыздар, міне. Осылай тек санап табасыздар. 5 пен 7, 3 қағыс болса 3 рет тартасыздар. Мысалы 7 мен 7 деген сияқты. Тек осы сандарды санап тауып, жаңағы тартасыздар ғой. Сосын, мысалы ән болса әнді жаттап аласыздар да, сөйтіп домбыраны үйрене аласыздар. Қиын емес ешқандай. Осы сандар арқылы үйренуге болады. Осы сандарды үйренуге арналған менде арнайы қағазға жаздым, түсіріп сандарды. Қазір көрсететін болам. Қазір сәл-сәл күте тұрыңыздар. Менде қараңыздар, міне. Менде мынадай сандар қағазда түскен. Міне мысалы үстінде 12, астында да 12. Мына үстіндегі сан 12, домбырада үстінен санаймыз дегенді білдіреді, ал астындағы санды астынан санаймыз домбыраның. Мына белгі, міне, мына белгі, төмен қағыс деген сөз, тау сияқты белгі. Ал мына ағылшынша V, жоғары қағыс деген сөз, міне. Мына екеуі бір қағыс, 12 мен 12. Келесі бөлек қағыс. Түсінікті ма? Ана ұзын сызық тұрған ол басқа белгі. Көрдіңіздер ме? Оп-оңай. Қағысы жазылып тұр, үстінде сандары дайын жазылып тұр. Мен осылай әндерді жаздым. Егер қажет болса айтыңыздар. Күйлер жазылған шамалы әндер бар, осылай қағазға түсірілген. Сіздер қағаздан қарап, міне, мысалы 12 мен 12 болса, бұлай жаңағы тауып
тауып аласыздар ғой 12-ні, міне қараңыздар. Мысалы қараңыздар, 1 2 3 қараңыздар, міне 1 2 3 4 5 6 10 ғой мына жері, 11 12, міне 12 мен 12 тауып алдыңыздар ғой. Сосын қағысын қарайсыздар, белгісін. Төмен болса төмен тартасыздар, жоғары болса жоғары. Сосын әрі қарай тағы да дәл солай таба бересіздер. Мысалы 12 мен 10 деген сияқты. Сосын екеуін қосасыздар. Сонда бір жағымды әуен шығады. Мысалы ән үйренемін десеңіздер, әнді де үйренуге болады, міне. Мысалы мен қазақпын әні бар мұндай. Мысалы бірінші баспайсыздар, төменге тартасыздар. Сосын астынан 1 2 жоғарыға аласыздар. Сосын үшінші перне төмен, сосын екінші перне жоғарыға. Қосасыздар. Көрдіңіздер ме? Қосқан кезде бір жағымды әуен шығады. Ал бұлай бөлек тартсаңыздар әуен шықпайды. Сосын барып десеңіздер әуен шықпайды. Ал қосып тартсаңыздар әуен шығады. Көрдіңіздер ме? Оңай ғой міне. Баспайсыздар, екінші перне 1 2 жоғары тартамын. Сосын үшінші перне қасында тұр 3. Санап табасыздар тек 2 тағы соны қайталау сосын. Сосын 3 5 3. Көрдіңіздер ме? Оңай. Сөзмен былай. Қазақ болып тумағанда не терем. Көрдіңіздер ме? Қазақ болып тумағанда не терем. Міне буынға бөліп жазып қойдым сөзінде астына. Қазақ болып тумағанда не терем. Бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Көрдіңіздер ме? Келіп тұр барлығы. Сосын міне қолыңыз мынаны біліп алғаннан кейін қандай сандар екен қосып тартасыздар ғой, үзбей арасын. Аспай көрсетейін. Міне дәл осындай осы сияқты басқа да әндер бар. Ал енді міне менің бүгінгі айтатын үйрету әдісім осы, құпия әдісім. Ал үйреніп алыңыздар, ешқандай қиындық жоқ. Сау болыңыздар.